Бәсекеге қабілеттілік ол білімнен. Сондықтан қазіргі жаһандану заманында ең бірінші әр адамның, әр елдің дамуы осы біліммен өлшенеді. Сондықтан қазіргі жастардың көп оқып, көп ізденгендігі ол өзінің болашағына деген іргетасы, кірпіші қаланады. Абай атамыз айтпақшы, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деген сөз. Яғни сен өзіңді ең бірінші білім жағынан, ақыл жағынан, мінез жағынан қалыптастыру деген сөз. Дәл қазіргі уақытта біздің елбасымыз Қасым-Жомарт Тоқаев жолдауында үнемі айтып жүреді, елдің болашағы ол ең бірінші жарқын болуы, ол білімді ұрпақ деп, білімді ұлт. Сондықтан осы саладағы біздің қазақтың дана сөздері бар, білекті бірді жығат, білімді мыңды жығат деген. Онымен қатар білім инемен құдық қазғандай деп жатамыз. Яғни ол қазіргі еңбек талаптанған нәрсенің барлығы ертең оның болашағына зор ықпал етеді. Сондықтан мектеп дәл қазіргі уақытта сол алтын қақпа, нағыз білімнің кірпіші қаланатын кез. Сондықтан жастарымыздың білімді сондай бір интеллектуалды ұлт болып қалыптасуына ең негізгі кірпішіміз ол сол мектептен басталады. Сондықтан оның білімді болуы елдің дамуына зор ықпал етеді деген сөз. Сонымен қатар ол білімді алып қана қоймай, Әлихан Бөкейхан айтамыз айтпақшы, ұлтқа қызмет ету ол ең бірінші мінезден деп. Сондықтан сол білім мен мінез арқылы біздің елдің дамуына үлкен үлес қосады деп ойлаймыз. Құрметті оқушылар, болашақта біз сіздерді еліміздің үлкен мінберлерінен көргіміз келеді. Әрине, мінберге шығу үшін білім керек, ақыл керек, жүрек керек. Сондықтан сіздерді әр қайсыңыздың ғылымның әр саласынан, әр шыңынан көргіміз келеді. Сонымен қатар ең бірінші оған біздің дәл қазіргі уақытта көп еңбек ету керек, талаптану керек. Яғни талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой дейді ғой. Осы 5 негізгі алатын болса, олардың болашағы жарқын болады. Сондықтан дәл қазіргі уақытта тек кітап қана оқып қана қоймай, сонымен бірге осы жаһандану кезінде жасанды интеллектпен дамыған заманда ең бірінші өзінің ұлттық құндылықтарын, тарихын, дәстүрін, ділін білетін ең мықты азамат болу. Соны сіздерге тілеймін.